Қалайсыңдар сендермен сол баяғыдай мен Микопис. Бүгінгі видеода біз Гарасейлер деген кім? Олардың күші қандай? Олар алдағы уақытта Мугивараларды жеңе алады ма? Сол жайлы айтатын боламыз. Арнамызға жазылып қоңырауша түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ендеше не қарап отырмыз? Кеттік, бастаймыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай Гарасейлер, Юпитер, Бакоцу, Меркурий, Марс, Сатурн және де олардың басшылары Имсама. Бұл 5 әзәзілдің ішіндегі Сатурнға келетін болсақ, әлемдік үкіметте жоғары билікке ие болған санаулы адамдардың бірі болып табылады. Санаулылардың іс жүзінде арасында жасауға құқығы бар, әлемдегі ең ұлы болу үшін көптеген жоспарлар құруда. Оның жоспары әлемдегі барлық керек емес адамдардың көзін құрту. Сол себепті де жоғарыда отырған Сенгоку, Гарп, Акайну секілді адамдар бұл Гарасейлерге ешқандай да тіл тигізе алмайды. Гарасейлердің тағы да бір мүшесі, ол әлбетте Юпитер. Питер мен оның қасындағы 4 шал әлемдік үкіметтің ең жоғарғы билігі болып саналады. Дегенмен жасырын түрде бос тақтың иесі Имсамаға бағынады. Осылайша Питер үкіметтің барлық бөлігін бақылайды. Оның ішінде Киперпол агенттіктерімен жұмыс жасайды және Киперпол агенттігінің басшысы болып саналады. Ал келесі айтатын кейіпкеріміз Варкурий, Меркурий. Бұл да Гарасейлердің ішіндегі негізгі мүшелерінің бірі болып табылады. Ол дүниежүзілік үкіметтің барлық қырларын, соның ішінде полицияны, теңіз жаяу әскерін және Шифрполды басқарады. Тіпті теңіз флотының адмиралы да оның билігіне қарсы тұра алмайды. Нәтижесінде ол Буссер шақыруын жариялау құқығына ие. Үлкен билігін бұқаралық ақпарат құралдарын манипуляциялау және жалпы жұртшылықтан фактілерді жасыру үшін пайдалана алады. Соның ішінде тарихтан барлық сегменттердің, әсіресе бос ғасырды талқылауды жақсы көреді. Келесі айтатын кейіпкеріміз Бакоцу. Негізінен Бакоцудың күші айтарлықтай қатты емес деп көп адамдар айтып жатады. Ол әлбетте қате, бұл өте опытный және де шебер адамдардың бірі. Егер де сіздер мангасын толығымен оқып қараған болсаңыздар, Бакоцудың өте жылдам екендігін және алдына шыққан адамдардың барлығын қырып жоятындығын түсінесіздер. Бакоцу, яғни осы Гарасейлердің барлық мүшелері дозорнилардың үстінен қарайды. Олардың басшылары Имсама, ал Имсама жайлы алдағы уақытта айтатын боламыз. Маркус Марс әлемдік үкіметтің ең жоғарғы беделіне ие болған санаулылардың бірі болып табылады. Тіпті дүниежүзілік асылдардан да жоғары. Ол дүниежүзілік үкіметтің барлық қырларын, соның ішінде полицияны, теңіз жаяу әскерін және Шифрполды басқарады. Тіпті теңіз флотының адмиралы да оның билігіне қарсы тұра алмайды. Нәтижесінде ол Буссер шақыруын жариялау құқығына ие. Ол басқа ақсақалдар өздерінің үлкен билігін, бұқаралық ақпарат құралдарын манипуляциялау, жалпы жұртшылықтан фактілерді жасыру үшін пайдалана алады. Панеглиф қайда? Маған тез арада барлықтарыңды жауаптарыңды қайтарыңдар. Біз сен айтып жатқан заттардың көзін әлде қашан құртқанбыз. Қалайша, сонда сендердің жоспарларың не? Әлемді, халықты құрту ма? Байланыс бөлімі. Бізді жақсылап тыңда. Имсама, ол бос тақты иемденетін дүниежүзілік үкіметтің нағыз жоғарғы билеушісі. Оған тіпті Гарасейлер де күмәнсіз бағынады. Алайда оның бар екендігі үкіметтік ұйымдарды да әлемде бірде-бір үкіметтік ұйым жоқтығын сақтау үшін бүкіл әлемнен құпиялығын жасырады. Олар корольдік кеңестік арқасында ашылады. Оның статусы мен әрекеттері арқасында оны Финал Сага негізгі антагонистердің бірі және тұтастай алғанда One Piece сериясының негізгі антагонистерінің бірі болып табылады және Луфидің болашақ қарсыластары. Менің бір түсінбегенім осы, Имсама шынымен мықты ма, әлде оның қасындағы көмекшілері сондай әлсіз бе? Өз ойларыңызды әлбетте комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Имсама және Гарасейлер жайлы ақпараттар бар болғаны осы. Ал келесі видео кім жайлы болсын, сол жайлы комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Сіздермен бүгін болған мен Микопис. Келесіде кездескенше достар. よく聞け。